Бәріңе сәлем, менің есімім Майжан, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео қорқыныштарды жеңуге көмектесетін топ 3 әрекет туралы болады. Негізі біз жайдан жай әрекеттер жасамаймыз. Біздің кез келген әрекетімізге түсіндірме бар және оған көмектесетін ойлар бар. Сондықтан мен осы видеода ойларды айтатын боламын. Яғни біздің қорқынышымызды жеңуге көмектесетін ойлар, маған көмектесетін ойларды айтамын және олар үшеу. Ең біріншісі ол менің арманымдағы өмірді басқалар жасап бере алмайды. Яғни менің мақсаттарым, қалаған нәрселерім, армандарым, осындай өмір сүргім келеді, осы жаққа барғым келеді, осыны алғым келеді деген нәрселердің бәрін ешкім жасап бермейді. Біз көбінесе адамдардың ойынан қорқамыз. Менің подружкам не деп ойлап қалады екен, көшедегі адамдар мынаны киіп алсам не деп ойлайды екен, осындай бір рилс түсірсем не деп ойлайды екен, деген сияқты көптеген ойлар болғандықтан біз әрекеттерге бармай жатамыз. Сондықтан осы ой маған өте қатты көмектеседі. Кез келген мен белгілі бір әрекет жасаған кезде. Мысалы, қазір мен YouTube түсіріп отырмын, бірақ мен ойласам болатын еді, осындай негативный ойлар да ойласам болатын еді. Мен видеомды кім көреді? Хейт жазып кетсе не істеймін деген сияқты. Мысалы, маған қазір де жазылып жатыр, хейттарын көріп қаламын да, бірақ мен оған мән бермеуге тырысамын. Мысалы, мен осылай ойлаймын, маған хейт жазып отырған адам, мен арманымдағы өмірді, мен қалайтын өмірді ол маған бере ала ма деген сияқты осындай ойларды ойлаймын и маған қатты көмектеседі. Сторис салған кезде, рилс салған кезде, белгілі бір әрекеттерге барған кезде мен ойланамын, бұл менің қалауым, реально мен осыны жасағым келеді и мен осыдан болашақ көремін деген сияқты осындай ойларға өзімді әкеліп аламын, бұл менің жұмысым деген сияқты осындай ойларға әкеліп аламын. Содан кейін барып қана жасаймын. Сондықтан осы жерде айтқым келеді, егер сіз белгілі бір әрекетті жасаған кезде басқа адамдардан ұялсаңыз, қорықсаңыз, бірінші сұрап көріңіз өзіңізден, осы адам, осы тұрған адам менің қалаған өмірімді маған бере ма? Мен қалаған нәрсемді алып бере ма деген сияқты. Және де екінші ой ол, жасамай өкінгеннен қарағанда жасап өкін. Егер өкінетін ситуация болса, негізі мен көп әрекеттерімде жасап көріп, попробовать етіп көргеннен кейін маған жақсы бір нәтижесін берген ситуациялар өте көп болды. Мысалы, Астанаға көшкеніме Алматыдан 2 аптадан асты. Хотя менің Алматыдағы өмірім маған жайлы болды, маған комфортно болды. Мен ата-анам тұрады, достарым бар. Вообще өмірім былай жақсы құралып қалған деген сияқты ғой. Бірақ олар тастап кету негізі қорқынышты ғой. Қорқынышты, негізі реально қорқынышты. Бірақ мен жоқ, қорқынышты емес деп өзімді сендірдім осы ойлармен да. Мен лучше жасап көрейін осы нәрсені, содан кейін барып көрейін да енді. Ол қорқынышты, қаншалықты қорқынышты болғанын сол кезде білем деген сияқты. Негізі қатты қорқынышты да болмады. Көшіп келдім, осындай жақсы ойлар ойлаудың арқасында осы жақтағы өмірімде өзіме ұнай бастады деген сияқты ғой. Сондықтан бір нәрсені жасаған кезде мен всегда жасау деген вариантты таңдайды екенмін. Ешкім ешқандай гарантия бермейді. Ол сенің жасап жатқан әрекетің саған жемісті болады, нәтижелі болады, күшті болады, сенің өмірің күшті өзгеріп кетеді дегенді. Егер сенің мүмкіндіктерің болып тұрса, сол нәрсені жасап көру керек. Мысалы, көп естіп жатамын, осындай бір рилстар көремін деген сияқты ғой. 90 жасында бір интервью беріп жатады ғой. 90-80 жастағы кісілерден сұрайды, сіз өміріңізде неге өкінесіз деген сияқты. Сол кезде айтады, мен көбірек әрекет жасап, көп нәрсені көруім керек еді, бірақ мен қорқып қалдым деген сияқты. Сондай рилстарды, видеоларды көрген болатын. И содан кейін де осы мен ойымның шынымен де дұрыс екеніне, маған реально көмектесіп жатқанын түсіндім. Біздің өміріміз жалпы таңдау ғой. То мынаны жасайсың, либо жасамайсың деген өзі де таңдау. Сіздің өміріңізде сондай таңдаулар тұратын болса, жасау деген таңдауды кеңес беретін едім жасауға. Үшінші ой, сен басқаша ойланып бастамай, басқаша бір әрекет жасамай, сен өмірің өзгермейді. Жалпы мен сондай осы темаларға қызығамын, өміріңді қалай улучшать етуге болады, жақсартуға болады, жақсы өмір сүруге болады, күшті өмір сүруге болады, барлық жанындағы адамдармен жақсы отношение құрау, даму деген сияқты, Сондықтан өзімді сондай күнделікті сондай бір темаларды зерттеймін, сондай бір курстарда жүрем, сондай бір темаларда жүрем деген сияқты. И өзім өмірімді жақсартқым келеді, яғни өзгерткім келеді деген сияқты ғой. И осы жерде мен түсінемін, что мен ойымды өзгертпей, қазіргі ойлармен ойлана берсем, қазіргі өмірімді сүре беремін. Мен лучше өмір сүргім келеді ғой, жақсы өмір сүргім келеді ғой, сондықтан мен басқаша ойлануым керек.
Сондықтан басқаша әрекет жасау үшін сен басқаша ойланып бастауың керексің. Кез келген істі жасаған кезде, әрекетке барған кезде бізді итермелейтін ойлар болады, иә. Қорқынышты жеңу осы ойларды өзгерту деп ойлаймын. Бір әрекетті жасамаудың өзі сенің артында тұрған бір ойыңның жемісі ретінде көрінеді, либо жасағанның өзі белгілі бір ойдың жемісі. Сондықтан айтқым келеді, всегда өздеріңіз ойларыңызды контролировать ету керек, прям байқау керек та, мен не ойлап жатырмын деген сияқты. Мен солай күнделікті өзім ойларымды ойлап жүремін, мен не ойлап жатырмын, дұрыс ойлап жатырмын ба, дұрыс ойламай жатырмын ба деген сияқты ойларымды тоже таңдаймын да күнделікті өмірде. Осы видео аяқталды. Егер менің ойларым сіздерге пайдалы болып жатса, комментарийға жазып кетіңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды. Сіздердің не түйгендеріңіз. Мен өзім маркетинг саласында жұмыс жасаймын, инстаграм жүргіземін, жаңадан бастап жатқан блогермін. Мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Егер пайдалы болса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, менің инстаграмыма подписаться етіп алыңыздар. Барлығына пока.